Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер. Сиздер үчүн границага чыгып кирүү жана Москва Казакстан каттамдары күн сайын ыңгайлуу жана шарттары жакшы автоунаалар, стажы жогору айдоочулар, жолдо жана чек арада жардам беребиз. Таза кирди чыкты, таза документ, таза печаттыгына кепилдик беребиз. 24 саат бою WhatsApp жана телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. Номери +7926 933 2021 +7999 966 42 79. Аббас. Nexia бағасы 180 мың сом. Шыққан жылы 2012 жылы шықтым. Объемы 1.5, расход 7-8 литр. Коробкасы механика. Так, Nexia класс 180 мың сом. Шыққан жылы 2011 жылы шыққан. Объем 1.5, расход 7-8 литр. Коробкасы механика екен. Так, Opel 130 км жатат. Бағасы шыққан жылы 2000 жылы шыққан екен. Объемы 1.8. Расходы 7-8 литр. Коробкасы механика. Komşu şaşliler var bana kaynakına keliler. Zakkas hoşlarımız var bana taşken özgen hoşlarımız var bana zakkas. Şaşli hoşlarımız var bana kaynakına keliler. BMW 150 мың сом дейді. 2001 жылы шығарылған. Так, Chevrolet 320 км бар дейді. Бағасын шығарылған жылы 2007 шыққан екен. Объемы 1.4. Коробка механика.
Так, Nexia 170 kemi vardı o da ekan. Çıqqan yılı 2008 yılı çıqqan. Объем 1.6. Расход 8 litr. Коробка автомат. Емес механика. Шойт. Alo. Aleykümselam. Değil mi? Qancha oldu? Böyle olup kaldı. 10 gün oldu. Sonunda Qo'ysa saqa olasiz. O'zingiz klient olasiz da. oldu da. Sonlandırsak. Так, Nexia бағасы 180 миң сом. Шығарылған жылы 2010 жылы шыққан екен. Объем 1.6. Расход 7-8 литр екен. Salondurma tapma. Так, Nexia Daewoo. Бағасы 180 миң сом, кемі бар. Çıqqan жылы 2007 жылы çıqqan. Объем 1.6, расход 7-8 литр. BMW бағасы 250 миң сом. Объем 4 екен. Расход 9-12 литр. Коробка автомат дейді. Sen de bu YouTube'da çıkara turlardansın. Senin kanalın varsa. Мен Ковторный Гош деген канал. Башкалар да келип тартышабы? Так, Nexia бағасы 180 миң сом. Çıqqan жылы 2009 жылы çıqqan, объем 1.5. Расход 7-8 литр дейді. Коробка механика.
капот шизер.